Маған 1 килограмм. Гүлжан? Сен Гүлжансың ба? Иә. Мен Жазирамын ғой. Мәссаған. Қалай өзгеріп кеткенсің сен? Енді адам болғасың өзгереміз ғой. Танымай қалдың ба не? Қайдан білейін? Мен танитын Жазира прокурордың әйелі емес пе еді? Сені базарда көрем деп ойлаппын ба? Өзің шалқып жүруші едің ғой. Айтпа. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қай жердікі? Шымкенттікі алыңыз. Сіз алайын деп тұрсыз ба? Өтіңіз. Нешеден килограмм? Айтпақшы, сенің қызың бар еді ғой. Аты кім еді? Әсел аты. Уақытың бар ма, екеуміз барып шай ішіп әңгімелесейік? Жарайды. Кездеспегелі көп болды. Шабдалын алайын. Ақшаның керегі жоқ. Үй, неге? Алғандарын дайындап қоясыңдар ғой. Жақсы. Мына шабдалына жуып әкеле салыңызшы. Сол, Гүлжан. Күйеуімнен ерте айырылдым. Қызымыз екеуміз папасының артынан қалған абыроймен шалқып өмір сүрдік. Ол да папасы сияқты прокурор болам деп сонау Қостанайдан осы Астанаға көшіп келдік. Ол кезде Астана кіп кішкентай еді. Қыздар торчегім келіп тұр. Жейсіңдер ме? Салфетка салшы. Салфетка? Қазір. Сәлем, қыздар. Привет. Әсел, сәлем. Сау бол. Бола ма? Нельзя. Осы Әсел, неге осындайсың сен, а? Ержан, саған шынымды айтайын ба? Мен южандармен араласпаймын. Ренжімеші, Рема. Әселя, неге өйтесің? Жап-жақсы жігіт қой. Южандар қу болады. Надо себя от них подальше держать. Аселя, это же все стереотипы. Не все же южане хитрые. Например, посмотри на нас. Я с Алматы, ты с Кустаная, а Мира вообще с Кызылорды. И что? Мы почти одинаковые. Так что не зарекайся. На что ты намекаешь? В жизни всякое бывает, Аселя. Даже думать об этом не хочу. Никогда не выйду замуж за южанина. Даже если останусь старой девой. Сұлтанбектің прокурор достары да, ана Әселің оқуын бітіріп алсыншы. Практикасына да көмектесеміз, жұмысын да тауып береміз деп. Қайтсын енді, күйеуімнің көзін көрген жандар ғой. Әйелдер жағы да. Ой, қызың өсіп қапты, бой жетіпті, әдемі болыпты деп. Құда түсейік деп. Друзья мои, мои друзья, навеки. Қуаныш? Қуаныш! Балам, қайда жүрсің? Отыр. Үйге қонақтар кеп жатыр. Әне Әселя келді. Бой жетіп қапты өзі. Мына отырған Жазира тәтең болашақ енең болуы мүмкін. Ойбай, асықпа. Асыққан сайтанның ісі деген. Жарайды. Қыз бергеннің назы бар деуші еді. Туф, асықпа десем, әлі саған бергем жоқ қой қызымды. Қуаныш, помнишь, вы с Аселей в Кустанай в садик вместе ходили, игрались вместе, а, Аселя? Ой, қайсы бір есте дейсің? Жұмыс қайда істеп жатырсың? Эй, менің балам пожарный ғой? Иә? Так что сенің будущий зятең анау мынау емес. Тапқаным жалғыз қыз. Қайсысыңа бұйырады, алыңдар. Бұл қыз қайда барады дейсің? Осы северда қалады да. Мам, это я. Смотри. Алтыным менің, қане. Сонымен қызым оқуын бітіріп, иығымнан бір жүк түскендей болды.
Қызыл диплом. Папасы сияқты прокурор болады өзі. Да, мам, обязательно. Сеня моя. Наконец-то арманың орындалды, алтыным. Давай руки мыть. Мам, ты что, баурсаки приготовила? Баурсаки. Болды, шеш андақ Мә, өздерің құйып шеберіңдер, мен қазір бірдеме қуырып жіберейін. Айтпақшы ана қызың не болды? Жұмыс тапты ма? Жоқ, әлі болмай жатыр. Ей, Сұлтанбектің достары көмектесеміз деп еді ғой. Олар не дейді? Қант бар ма? Міне сүт, міне қант. 5 жыл оқыды ғой. Ана дипломы киіп кетпесе деймін да. Табады ғой. Оқу бітіргеніне жарты жыл болды. Жарты жыл дегенің аз уақыт деймісің? Масқара уақыт деген зымырап өтіп бара жатыр, а? Сұлтанбектің достары не дейді сонда? Айжан, не болды саған қазбалап? Жаңа ғана сұрадың ғой. Енді жауап бермей отыр ғой. Менің қызыма жаның ашқаныңа көп рахмет. Қалай жұмысқа орналасады, сразу саған айтам. Жарай ма? Қыздар, шай ішіңдер. Е, аха. Кәне. Доча, опачки. Бұл не? Международный компаниядан бір адам таптым. Соған беретін $2000. 2 ай стажировка болады, сосын сені жұмысқа алады. Мам, не надо. Зачем? Өзім табам ғой жұмысты. Ойбай, тапсаң қайда жүрсің? Селтең етіп әлі жүрсің. Ана жұрттан ұят болды. Жұрттан? Мам, давайте... Болды. Қиқаңдамай, мен айтқан жұмысқа барып орналасасың. Все. Зарплата жақсы дейді. Азар болса бір жарты жылда шығара қоясың. Мам, не переживайте. Жұмыс табылады. Мынаны өзіңізге алыңыз, керек болады. Не болды саған? А? Әшейінде прокурор болам. Сотқа барып жұмыс істеймін деп қақылдаушы едің, енді не бақылды болып қалдың? Просто... Зачем нам взятку давать? Я не согласна с этим. Мам, я как-нибудь сама устроюсь. Балдай. Мозги мне не пудри. Мен айтқан компанияға барып юрист боласың. Все. Аселя, доча, мен келдім. Ты дома? Доча. Аселек? Ой.
Анарочка, сәлеметсің бе? Бұл Әселдің мамасы ғой. Рахмет. Әселді көрмедің бе? Алло, Ғабит, сәлеметсің бе? Әселді көрмедің бе? Маржанка, сәлеметсің бе, балам? Бұл Әселдің мамасы ғой. Алло, кеш жарық. Гүлмира. Әсел. Әсел. Доча. Әселя. Доча. Алло. Жазира апай ма екен? Я мен. Сіз үйде боласыз ба қазір? Ешқайда кетіп қалмайсыз ба? Үйде болам. Қазір келем. Кім бұл? Алло. Апай, саламатсыз ба? Мұнан сізге Әсел беріп жіберіп еді. Өзі қайда? Оқысаңыз түнесіз. Мама, простите меня. Я не смогла вам сказать вчера. Не смогла признаться. Мы с Ертаем решили пожениться. Я вышла замуж. Адрес я написала. Только не волнуйтесь сильно, мама. Я сама пошла за Ертаем. Когда вы прочтете это письмо, мы будем уже в Чимкенте. Сізге тұруға болмайды. Жатыңыз, давлениеңіз көтеріліп кетеді. Маған түсіп кетсін. Шеш мынаны. Шеш дедім ғой. Болмайды дем, капает же. Қазір мен саған Шымкентті көрсетем. Тәте, жатыңыз. Болмайды, капает. Не істеп жатырсыз, тәте?
Тәте, тоқтаңыз. Тоқтаңыз деймін. Не болды саған? А? Әшейінде прокурор болам. Сотқа барып жұмыс істеймін деп қақылдаушы едің, енді не бақылды оқып қалдың? Папа сияқты прокурор болады өзі. Да, мам, обязательно. Сеня моя. Прокурор болады деп. Жұмыс істейді деп. $5.80 алсай, братан. Сол Астанада братандар жұмыс құрастырып жатыр сол. Соны күтіп отқан. Анау кіммен сөйлесіп отыр? Зорлықпен қинап апарып қамақ қойған шығар. Білмеймін, бағанадан бері сөйтіп отыр ғой. Соны айтамау. Иммиен құрт жеп кеткен қатын ғой. 1 минутта қалмайды. Түсініңдер ме? Мен қазір. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз. Бәрі дұрыс па? Иә. Не болды? Егер көмек керек болса, айтыңыз. Жақсы жарайды. Айттым ғой, қамақ қойған олар. Кешіріңіз. Жо, братуға. Сақ болыңыздар. Нөмірі 236-шы Астанадан Шымкентке қатынайтын жүйрік пойызы Ей, бала, берге. бірінші жолға келіп тоқтады. Вагондардың сан реті басынан Әпше, басталады. қай жерге? Пойызға Қанша сөмке? вокзалға Сөмке мүмкін, тұра тұр. Мынауға жер. О, бұл біздің Жетісай ғой? Жетісай. Ал, Таксистерге апарып қойын ба? Өздері жеткізіп тастайды. апар. Жүріңіз. Такси бар, такси. Қазығыр Сарыағаш Абай Жетісай. Такси Қазығырда Абай Жетісай Сарыағаш. Жүреміз. Бека, қалайсың? Қалай, Жакок? Жетісайға бір клиентті келдім. Тұра тұр, ақылдамай. Қайдағы клиент? Мынаған қалай барады? Қай жер мынау? Мына Мақталы деп жазыпты ғой. Біздің ауыл ғой. Жүріңіз, апарып тастаймын. Тіпті жақсы. Қанша? 1500 ақ теңге. Не деген қымбат үй? Самолет пе не? Менің сарайғырым самолет емес, ракета. Көзді ашып жұмғанша зу барамыз келеміз, Құдай қаласа. Қоя айналайын. Сонау Астанадан 3000 теңгеге келгем. Не ғой, әпше? Менің ақшамды бере салыңызшы. Қандай ақша? Мен сізге таксист топ бердім ғой.
пәлесін қарай көр өзінің. Немене сен әкелмесең, таппай қалады ғой деп пе едің? Жакок, сен пара бер. Кейін өзім жолғам саған, мақма? Хоп. Кеттік, отырыңыз, әпше, жүріңіз. Қымбат. Басқа такси іздеймін. Әпше, осы Астананың жерін нам дейді ғой. Батпағы адамды жұтып алады екен, сол рас па? Немене дейді? Астананың жерін айтам. Нам дейді. Батпағы адамды жұтып алады екен, сол рас па? Қойшар. А? Қойшы едейм. Қай-қайдағын естіп аласыңдар досы бір. Құдай сақтасын. Пәле шақырмай отыршар. Құдай қаласа, мықты үйлер түседі дейді Астанаға. Батпағы не болады екен оның? Охо, не болды екен мыналарға? Тоқтайық. Неменеге тоқтадың мұнда? Машинасы бұзылып қалған ау деймін. И что? Как что? Көмектесу керек. Помощь вообще, помощь. Ne oldu? Yok, cinsen var. Çünkü de var. Апше, өтініш, алдыма отырасыз ба? Мына жастардың машинесі бұзылып жолда қалып кетті. Соларды жолдан тастап кетейік. Өтініш. Ауылда әр өтіп отыр. Сағат 10-да алып қашқам ғой. Ауылдой. Үйленгелі келе жатырмын. Мың келіндеріңіз. Алып қаштым ғой. Сөзің бәрі бір тілеген сенің бар ғой. Алып қаштым ғой. Ауылда әр өтіп отыр. Не айтып отыр ма? Алып қаштым ғой дейді нағызда. Ауылда той, кісілер күтіп жатыр дейді. Алып қаштым ғой. Немене? Сен не? Мына қызда алып қашып бара жатырсың ба? Не опты? Тоқтат. Не болды әпше? Түсір мыналарды машинеден. Неге? Әй, сен білесің бе? Мынау ана қызды алып қашып бара жатқанын? Қой. Сені мынау алып қашып бара ма? Брат, қалай қарай бұрыламыз? Лай не былай, ой. Лай не лай. Апша, кірсеңші тойдың дастарханынан дамал істейік.
Мен мынау қонақтарымның алдында сөз сөйлесем деп отырмын. Айналайын сонау Астанадан, Ақмоладан келген екенсің. Қуаныштымыз. Құтты қонағымыз екенсің. Иә, шырағым. Келініміздің аты да келіскен екен. Қыз жібек. Осы қыз жібегімді бізге әкеп тапсырдың, рахмет саған айналайын. Мынау ұлымызды да әрең аяқтандырдық. Иә, өзің бас көз болып әкелдің, шырағым. Рахмет саған айналайын. Апа, во-первых, я здесь ни при чем. Во-вторых, мен ешқандай қызды да, жібекті де алып сіздерге табыстаған жоқпын. Мына қатын жынды екен ғой, өзі әкелді ғой жаңа. Адамша бар, құдаласуға болмай ма не? Бұл не сұмдық? Кеше ғана танысып, бүгін алып қашып кету деген. Это преступление. Қой, преступление? Ай, баламау енді, мына балдардың өздері келісіп, алып қашып келді деген аты болмаса, шырағым. Болмайды олай. Мүмкін ол қыздың әке-шешесі бар, апа. Олар не адам емес пе? Осы күнге дейін мәпелеп өсіріппеген қызын бір күнде басып алу деген. Жібек дейді ше. Мынау ма төлегендердің түрі? Оның аты төлеген емес, айналайын. Тұрсынбай оның аты. Мейлі, алып қашуға болмай. Бәріңіз соттау керек. Мен қарындасымды алып кеткен қайсыларың? Шықсын бері! Шығарыңдар! Сен ба? Сен ба дейм? Әлде сен ба? Берген бері! Жібер дейм! Жібер! Стоять! Никому не двигаться. Адам ұрлығы бойынша ұсталдыңыздар. Ұрланған қыз қайда? Қыз қайда? Бер шықсын. Атың кім? Қыздыбек. Кім? Қыздыбек. Төлеген қайда? Ұрлаған жігіт қайда? Мен Ұрсынбай. Өлген емес. Көмектескендер қайда? Осылар ма сен алып қашқан? Ей, сен мен не үшін ұстап отырсың мұнда? Менің күйеуім прокурор болған. Жібер мені. Әпше, сіз қыз ұрлауға қатыстыңыз. Сіздің күйеуіңіз прокурор ма, сот па? Бәріне заң ортақ. Тұр. Мынаған айт, түсіндір. Мен келе жатқан таксиге жолдан міндім де. Түсіндір. Иә, мен таксиге. Қайда сол такси? Қайда? Мен қайдан білейін? Қашып кетті, ұстамайсыңдар ма сендер?
Не құжатыңыз жоқ? Кім екеніңіз белгісіз. Сізді қайдан босатамыз? Құжатым сөмкеде. Ал сөмке таксиде кетті. Я, айта бер. Сен не мені мазақ қып тұрсың ба? Осы үшін жауап бересің. Әпше, мен етіп қорқытпай ақ қойыңыз. Түнімен осы жерде түнеп шығасыз. Ал ертең басқаша сайрайтын боласыз. Тоқта. Тоқта деймін. Тапқаным жалғыз қыз. Қайсысыңа бұйырат, алыңдар. Кетпей. Сіз кешіріңіз бізді. Сәл қателік кетті бізден. Сәл ғана қателік. Сәл қателік. Көмек керек болса біз дайынбыз. Айып етпеші айналайын. Кеше не болғанын да білмей қалдық. Өзі ала топаң басталды да кетті. Сені ұмытып та кетіппіз. Иә, жүре ғой, қонағым боласың, ас ішіп дегендей. Рахмет. Апша! Апша! Жүрсеңіз тегін жеткізіп тастайым. Немесе кесем десеңіз, мені басым. Жүріңіз кеттік. Жүрсеңіз.
Тоқташ. Тоқтат дейм. Не болды апше? Мынау кеше қыз жібек пе? Иә, кешеге қыз жібек. Бірақ бұдан былай жібек женше болады ау деймін. Оны кеше ағасы алып кетті емес пе? Жоқ, алып кетіп қайтеді оны. Онда немене қып соншама шу көтерді ол? Мен түрмеге қондырып десеңші, я? Әзіл. Әңгіме ғой оның бәрі. Болды ғой, босағадан аттады. Енді осы үйдің адам ол. Кеттік жүріңіз. Енді мына жастардың жайын көрдіңіз ғой, әпше. Тең-теңмен деген осы. Басқа қалай үйлендіреді енді айтыңызшы. Бірақ мен өз басым қыз алып қашуға қарсымын. Müldür şanlarında şazidar şamalında kalganım tel atalmay karağınha Kasına baralmadım sezdimde şanarmadım İriksiz kalkam sağam emarnadım Müldür şanlarında Ауыл осы апше. Мені милицияға апар. Милицияға? Иә. Тағы қонып шықпақшысыз ба не? Әзіл ғой апше, бопты. Қазір жеткізем. Апше, осы біздің ауылға не үшін келгеніңізді сол күйі айтпадыңыз ғой маған? Неге сізге көмек керек па? Келдік мәдениет үйіне. Маған мәдениет үй емес, милиция керек. Дұрыс қой, енді біздің милицияхана мәдениет үйінің ішінде ғой. Милицияларымыздың бәрі мәдениетті. Апше, қайтатын болсаңызшы, хабарласыңыз. Алда бека таксист кім десеңіз, любой таниды. Өзім апарып тастаймын. Ей қыздар, мына жердің милициясы қайда? Ана есік қой. Сенің домбыраң құлағы дұрыс емес. Кім бар мұнда өзі? Бармыз. Саламатсыз ба? Арыз жазуға келдіңіз бе? Жазам. Арыз. Сіз біздің ауылдық емессіз ғой дейм, е? Құдай сақтасын. Мына жерде соғыс болған ба, немен өзі? Атын кім? Өркен. Өркен, маған Әбен деген кісінің үйін тауып бер. Әбен? Әбен. Ол біздің Молдеке ғой? Кім? Молдеке. Молдекең? Тем более, мен оны соттатам. Бүкіл семьясымен бірге түрмеге жабам. Түсінікті. Жөн. Сотта көрек олардың бәрін. Қара мұны. Соттаймыз. Әкеш жоқ екен деп, Қазір. басын айын деген екен бұлар. Соттаймыз бәрін. Молда, ол менің қызымды дуалап ұстап Алло. отыр. Білем. Мен ғой Өркен. Келді. Кім? Көлік келді.
жүріңіз. Молдекеңе барамыз. Сізді мінгізіп жіберем Молдекеңе. Жеткізіп тастайды. Отыр. Сен мені жеткізіп тастамайсың. Сен менімен бірге барып, оларды ұстап алып келіп, түрмеге алмайсың, білдің бе? Дұрыс қой енді, сіз қазір барасыз. Мен артынан барам. Жоқ, қазір мен бармайым. Сен менімен бірге барып, оларды ұстап алып келіп, мына түрмеде шірітеміз. Түрмеде шірітем мен, білдің бе? Шірітеміз. Кеттік. Көлік күтіп тұр. О, Пітән. Мұна әпшемізді Молдекеңіне апарып тастау керек. Астанадан келді. Мынаумен ба? Иә. Есекпен. Иә, есекпен. Сенің есің дұрыс па? Әпше енді көлге басқа баратын көлік жоқ боп тұр. Мынау қайда жайлы, жұмсақ. Мына жерге отырып аласыз. Келіңіз. Не істеп отырсың сен? Өу, кетсей? Жүріңіз әпше. Мен қазір арттарыңыздан барам. Амансыз папа? Аман, өздерің жақсысыңдар ма? Иә. Ассалаумағалейкум. Арбадан түспейсің бе, қарағым? Күнге қақталдың ғой. Баққожа? Әй, Баққожа! Ау, е. Айран әкелі ғой. Ма. Ана әпшен апарып бере ғой. Мінекеңіз. Рахмет. Үйге апарып қой. Пітән, кешкі асарға келерсің? Иә, келем апа. Чөй. Томағасын алдырған лашындаймын сәулем-ай, сен болмасаң бұл жерге келмес едім сәулем-ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің.
жақсы болсаң сәулемісің, жаман болсаң әуремісің. Анау тұрған үй. Ол жерге көлік бармайды. Жаяу. Сіз Астанадан келдіңіз бе? Әне, аспаннан түсті ғой деп бедің? Астананың жері нәм дейді. Сол рас па? Мәңіз, мұнаны киіп алыңыз. Көрейін деген қорлығым осы ма еді? Сәлеметсіз бе? Бісміллә. Жерден шықтың бей? Әбің үйесі ма? Я, осы апарайын ба? Апар. Ей бала, мынадан басқа жол жоқ па? Жоқ. Жетпеген осы еді. Мама? Саусың ба? Жаным, саусың ба сен? Сен олар
сабады ма? Ұрды ма? Ha? Қызым? Мына хат саған. Зорлап жаздырды ғой. Мам, Жоқ, сен олар қинап әкелді ғой. Солай ма? Алдап алып келді ғой, иә? мам, Қорықпа. Қорықпа, жаным. Мен оларды қазір. Әй, шық бері. Шық дейм. болды енді, тыныш, ят болады. Не ят? Қайдағы ят? Мен сендерді түрмеде шіртем, білдіңдер ме? Шыға бері. Мен мұнда өз еркіммен келдім. Енді айғайламаңыз. Немене дейсің? Сен не оттап тұрсың? Ха? Шеш мынаны. Келме. Бір минут бұл жерде қалмайсың. Жүр. Мен мұнда өз еркіммен келдім, ешқайда кетпеймін. Мама, қазір су әкелем. Немене деді? Өз еркіңмен дейсің бе? Мам, Жақындама. су ішіңізші. Мама, тоқтаңызшы. Мама. Сен мені алдадың, Әсел. Мен сені осылай істейді деп ойлаған жоқпын. Мама, алдаған жоқпын ғой. Айтуға қорықтым. Жүріңізші, дұрыстап сөйлесейікші. Менімен бірге кетесің бе? Жүріңізші, сөйлесейікші. Менімен бірге кетесің бе деймін. Көрмейсіз бе енді? Менімен бірге кетесің бе, жоқ па? Болды енді. Мен ешқайда кетпеймін. Әсел, мен $2000 беріп, саған жұмыс тауып қойдым. Айлығы да жақсы. Ерес боласың. Қызым, жүрегі кеттік. Сен доғылған ғой, а? Қорқытты ма сені? Әсел, бері қараш. Мама, мен Әселмін. Сіздің қызыңызбын. Денім сау. Өз еркіммен тұрмысқа шықтым. Қазір шай қоям. Шөліңізді басып сөйлесейікші. Тоқта. Бұл үйде сенен басқа тірі адам бар ма өзі? Бар ғой, мам. Ертай балықта. Артынан ерген 4 інісі бар. Жетіскен екенсің. Атам бар. Ол кісі бақшада жүрген. Немене? Бақшада? Иә. Ол не сонда мына айқай шудың бәрін естімейтін? Керең бе? Жоқ әлде, есегі судан өтіп алғаннан кейін басынайын деген түрі ме? Қайда? Мама! Ол кісі өте сыйлы адам. Артық кетпей жөндеп сөйлесіңіз. Айттым, олар сен толап тастаған деп. Айтып тұрған сөзім қара.
Ассалаумағалейкум. Ал, бұл не тұрыс? Жай бір ақат. Құдағи, бізден бір қателік кетті. Сіз бізді кешіріңіз. Құдағи дейді. Кешіріңізді қояды. Адам ұрлаудың не екенін білесіз бе? А? Мен прокурордың әйелімін. Менің қызым анау мынау қыз емес. Қызыл дипломы бар. Оқыған, тоқан. Ал сіздер оны дуалап, басын айналдырып алып келгенсіздер мұнда. Мен соттыдам. Алып қашудың не екенін сендерге көрсетейін мен. Менің қызым бір минутта бұл жерде тұрмайды. Алып кетем. Все, айттым бітті. Қыз менікі, ол менің қызым. Қара бұларды көрсетейін мен сендерге. Қазір қыз ұрлағанның не екенін. Әсел, шық бері. Неменмен бірге кетесің? Немен өмір бой көрмейсің? Саған шеше керек емес екен. Мен де сені қызым деп санамаймын. Ал, құдағи, қош келдіңіз. Құдағи, мынаған айттыңыз, менімен бірге кетсін деп. Сіз де қыз асырап отырған шығарсыз. Мынаның езі ауыз қапты. Менімен бірге кетсінші. Мама, қойыңызшы. Жазира, айналайын. Не дейін саған? Жазира. Жазира. Бәріміз бір қазақтың баласымыз ғой, айналайын. Мен ана қызбен қазір жақсылап сөйлесем. Менің қызымды дуалаған қойы. Иә, дуалаған. Дуалаған. Келшен, сөйлесейік. Мен Бәтима деген құдағиыңыз болам. Ана, әбен құдаңыздың туған қарындасымын. Ой, тұрмай. Қазір, құдағи. Қазір мен бәрін айтып алайыншы. Қазір. Әбен осы ауылдағы ең беделді адамдардың бірі. Бала тұрақтамады. Кеште болса да әйтеуір ертайдан соң Алла берекесін берді ғой. Оны өзіңіз араласа келе түсіне жатарсыз. Өте жақсы жермен құдаласып жатырсыз. Әбен 6 жылдан бері жалғыз. Ана, Айдардан соң жеңгеміз қайтыс болған. Жақсы адам еді. Алланың жазуына амалғанша. 5 ұл мен 1 шалдың жағдайы содан кейін қиындап кеткен. Ошақтың ұйтқысы әйел адам ғой, өзіңіз білесіз. Әселжан үйге келгенде, үйге бір нұр кіргендей болып еді. Сол нұрымызды, шырағымызды сөндіре көрмеңіз. Ой, пырмай. Сымылда.
жайлы. Жүр. Мына ма? Мынадан басқа неңіз бар? А? Әңгіме былай болсын. Қалың малды $1000 бәкелесіз. 10 алтын, 10 жағалы киім әкіресіз. Ал тойды Астанада 150 адамға істейсіз. Жоқ, 300 адамға істейсіз. Қыз алып қашқан екенсіз. Көрейін сіздің шамаңызды. Құдағи, сіздің айтқаныңыздың бәрі дұрыс. Сіз анасыз. Екі дүниеде ананың орны қашанда жоғары ғой. Қазақтың салтымен, жөн жосығымен жасалу керек еді. Бірақ жағдай осылай болып қалды. Енді сіз айтқан пұл қазір бізде болмай тұр. Немене? Бірақ бізде жерге қарап отырған жандар емеспіз, қарағым. Аллаға шүкір, мақта егеміз. Алланың берген көлінен балық аулаймыз. Енді мақтаның түсімі тек күзде болады. Және сол қанша болатын тек бір Алла ғана біледі. Сондықтан тойда сәл кешіктіреміз, қарағым. Естің бе? Әсел. Иә, тағы не айтасыз? Ал енді қалың мал дегенде, мен сізге өзім екке мынау дарақта шабдалына сізге сыйға тарсам деп отырмын, қарағым. Құдайым-ай, не деген адамдар мыналар, а? Ағыр сыйлаған нес? Ағыр сыйлаған несей? Оны мен не істеймін, отқа жағам ба? Мыналар мазақ етті ғой мен әбден. Мазақ етті ғой мыналар мені. Қаңғыған сорлы неме. Неменен кеше түсіп келдің бұл еке, а? Қаласың ба? Қал. Әліштей болып келесің. Ағаш жейтін боласың. Мам, болды, енді успокойтесь, наконец. Не дедің? Жазира, айналайын, жүрші, мына жерге отыра қойшы кішкене. Не дедің дейм? Келе ғой, кел. Кел, отыра. Ойбай, пысымылда. Мама! Не болды? Не болды саған? Тез су әкеле ғой. Жазира, айналып кетейін, не болды саған? Жазира! Кәні, әкеле ғой тез. Мама! Пысымылда. Мама! Айналайын. Не болды саған, Жазира? Ертай, келді. Аяқ астынан абдырап қалдық қой. Үйге барып дайындала беріңдер, мен қазір оны пын алып келем.
Сәлеметсіз бе? Біздің қателігімізді кешіріңіз. Мама бұл Ертай. Астанада оқыды. Бұйыртса күзде ауылдағы мектепке мұғалім болып кіреді. Сен папаң сияқты прокурор болам деп едің ғой. Бәрін тастап мына жерде қалай тұрасың? Мам, Ертай жақсы адам. Сен бара бер, қызым. Мен біраздан кейін барам. Осында туып өстік. Күйеуге шықтық. Балалы шағалы болдық. Шүкір. Құдағи, әлі-ақ жақсы боп кетеміз. Әселжанға біз қызымыздай қараймыз. Ана кішкентайлардың өзі үйренісіп қалды. Өй, Айдаржан, не жарығым? Әпше, мынау сізге. Мәссаған, сен көрімдіктеріңді ешкімге бермеуші едің ғой. Жақында сүндетке отырғызған біз Айдарды. Ешкімге татырмаушы еді, сізге бәрін әкеп беріпті ғой. Алыңыз, құдағи, алыңыз. Әпше, жеңшемді алып кетпейсіз бе? Ой, жарығым. Әкетпейді, жарығым, әкетпейді. Жеңшемді алып кетпеңізші. Әйтпесе мен жазылмайым.
Ал жүріңіз, құдағи. Үйге барайық, жүріңіз. Жүріңіз. Сіздің разылығыңыз Алланың разылығы. Бізді кешіріңіз. Разы болыңызшы бізге. Бірақ әлі ашуым басылған жоқ. Барыңдар. Қалай, мама, сыйды ма? Сыйды. Көйлектің етегі сәл ұзындау. Ал, құдағи, мына құда балаларыңызбен таныс отырыңыз. Әке, сізге әулетіміз таныстырайын. Біздің әкеміз, сіздің құдаңыз. Әбен Әділхан тегі, және Бәтима әпшем әкемнің қарындасы. Інілерім Сартай, Жарынтай, Арман. Ал кенжетайымыз міне Айдар. Ал менің есімім Ертай Әбенұлы болады. Құдағи, балаларым ес білгелі, бұл үйде бұндай үлкен қуаныш жақсылық болған емес. Әсел балам келгелі, бұл үйге құт кірді. Осындай өнегелі қыз тәрбиелепсіз. Алла разы болсын сізге. Алланың берген осы бес ұлы. Сіздің алдыңызда қашанда қарыздар, құдағи. Рас айтасыз, аға. Ал, құдағи, дастарханға қараңыз. Кән, тамақ алыңдар. Кәне асқа қарайық. Ассаламу алейкум. Ой, кеш жарым. Алейкумассалам. Кеш жарым. Сәлеметсіздер ме? Келіңіздер, отырыңыздар. Келін құтты болсын. Рахмет, рахмет. Бақпасына отырыңыздар. Қалай жеттіңіз? Жақсы жеттіңіз ба? Рахмет, рахмет. Отыра ғой, Әселжан. Отырыңыздар. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдағи. Аяғыңызға гүл бітсін. Екі жас бақытты болсын, шаңырақтағы биік қосағасы берік болсын, дәулетті болсын, іші толған қарадымырақ балдар болсын. Қазақстанның көкжырауын жоғары көтеретін азамат көкелер көбейе берсін. Сіздің жасыңызды, сіздің жолыңызды.
емес па? Жоқ. Мына жерден құя бер. Құя бер, қане. Жып-жылы. Мам. Амансыз ба, құдағи? Қайырлы таң. Қалай, жақсы демалдыңыз ба? Рахмет, жақсы. Құдай қаласа, тойды да дүрілдетіп жақсылап атқарып аламыз. Барлық рәсімі болады, оған алаңдамаңыз, құдағи. Мына екі жас бірін-бірін ұнатып, бақытты өмір сүріп кетсе болды. Кеше ашумен біраз нәрсе айттым. Кешірерсіздер. Жоқ, құдағи. Айтқаныңыздың бәрі жөн. Қыз мұраты кету, Алланың заңы солай. Мұндай сәт әрбір анаға қашанда ауыр тиетіні рас. Сондықтан сіз ешқандай қам жемеңіз, құдағи. Сізге деген ілтипатымыз ешқашан таусылмайды. Ал кешегі өзіңізге айтқан мынау қалың малға таған шабдалына Алла нәсіп еткен күні өзіміз жеткізіп береміз. Молдаға сіздің құдағиыңыз екенін білмедім, айтпаса үйге дейін әкеп тастайтын едім. Жақсы, айналайын. Ереке, қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Құтты болсын. Ай, рахмет. Мақұл көке, жақсылықта, қуанышта, аманшылықта кездесейік. Жақсы, айналайын. Ал, құдағи, жолыңыз болсын. Аманшылықта жолығайық. Әлі тойға дейін тәтті шай ішеміз ғой. Аманшылық болсын. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Аман есен жетіңіз. Жаңа түскен келіндер құсапсыз болып қапсыз, құдағи. Алып қашамыз ба мына жастарды? Қорқпаңыз, клиенттер ғой. Да? Алло, мам, Ау? қалыңыз қалай? Ой, доченька. Қалың қалай? Сіз шынымен де әбен молданың құдағиысыз ба? Иә? Гаражыңыз қайсы? Әне. Өлі, тура тауып келіппіз ғой, Әбекең деген жақсы адам ғой. Сізге арнап анасының ақысы деп 5 сал жеміс ағашын атапты. Соның жемістерін алып келгенбіз. Шабдалы ғой.
Түсө, отыра бересің бе? Түсіріп берейік. Персик қой, персик. Персик қой. Әпше ашсаңызшы мына жинап берейік. Әбекеңнің тапсырмасы жинап берінде деген бәрін. Бір қорабын алып қолай дәм татак деп едік. Әбекең болмайды. Аманатқа қиянат қылмаңдар деді. Сенің ойлағаның тамағайды. Құда қаласа келесі жылы бізге бір қорабын салып берем деді ғой тегін. Қызым кеткелі бірінші сәлемдеме осы. Осынша шабдалы не істеймін? Бұрын сонда мұндайды көрмеген басым, бұның бәрі маған неге керек деп ойладым. Бопты әпше, жақсы сау болыңыз. Айда кеттік. Мына шабдалына қыста базарға барып сатсаңыз жақсы еді. Да. Мам, Ау. заттарды қабылдап алдыңыз ба? А? Заттарды алдыңыз ба? Иә, алдым. Енді оларды не істеймін? Қазір үйге базардан менің құрбым барады. Соған 8 қорабын беріңіз. Ақшасын төлейді. Сосын базарға бірге барып, қаншаға сатқанын көріңіз. Сонда түсінікті болады. Жетіскен екеміз енді. Менен енді саудагер жасайын деп пе едің? Әкең сол коммерсанттармен алысып өтті емес пе өмір бойы? Елдің бетіне не деп қараймын енді? Сен Шымкентке күйеуге тиді екен деп мен не? Базарға шығуым керек пе енді? Мам, дауысы естілмей жатыр. Алло. Базарда Шымкенттің шабдаллары жақсы өтеді, уайымдамаңыз. Міне, содан бері 10 жылдан асты. Бәрін тастап базарға шықтым. Құдам жыл сайын қорап шабдал жіберіп тұрады. Бұлар әлгі маған атаған ағаштың жемістері ғой. Қыста шабдалға сұраныс көп. Ақшаның дәмін бір татып алған соң, кезінде қалың малға тай емес, тал сыйлаған құдама алғысымды айтып қоям ылғи. Міне, сөйтіп мен нағыз саудагер болып алдым. Қыздың қалың малы өтелді ме сонымен? Қалың мал бер жағы Гүлжан. Жылына 4-5 миллион теңге мына шабдалыдан түседі. Біз қайдан білек, сөйтсек диқаншылықтың астарында даналық пен адал еңбек тұрады екен. Соған көзім жетті. Құдам жарықтық жақсы адам еді. Еңбек қор болды. Өзіне қатысы жоқ іске араласпайтын нағыз бейнеттің адамы ғой. О дүниелік болғанына да біраз болды. Құдағи, мен жаратқанның құзырына бетімді бұрдым ау дейм. Осы балалардың барлығы сізге аманат. Қалғанын Алла жеткереді.
Айтпақшы, кейін ана Әселден сұрадым ғой, Ертайды қайдан кездестірдің деп. Сөйтсем, Өзің келістің емес пе? Немене екселіп отырсың? Мен ек сөйлеп отырған жоқпын. Мен ақшаны берем деп ешқандай келісім берген жоқпын. Кім? Бауырым, осы жерден тоқтатып жібер. Сен менің айтқанымды қашан орындап едің? Жүр енді! Иманова, 28, 300. Жақсы отырыңыз. Извините, а вы постоянно таксуете? Ау? Вы таксуете, да? Иә, сабақтан қайтқан кезде ғана. Не қылды? Тоқтаңыз. Не қылды? Тоқтаңызшы. Это ваше? Не ол? Ақша. Бұл менікі емес. Ана кісілердікі ғой. Доллары. Ничего себе. Это же бешеные деньги. Есін табу керек. Есін? Вы серьезно хотите вернуть эти деньги? Енді ақша біздікі емес қой. Есін тауып апарып беру керек. Сіздің уақытыңыз бар ма? Жоқ. Ары кетсе 10 минут. Қапа болмаңыз, е? Қараш, Мен қайдан бізде білейін не ол? ақша жоқ, не үй жоқ. Ақымақ! Қарамайсың ба өзің? Аға. Мына сөмке сіздерді ме? Иә. Біздікі! Біздікі. Не, ішіндегі заттардың барлық түгел. Тескен жоқпын, ана қыз көр. Абай болсаңыздар. Рахмет, бауырым. Жақсы аға. Рахмет. Сіз қай жақтансыз? Шымкенттен. Шымкент. Ал сіз? Қостанайдан. Егер сіз емес басқа біреу болса, ақшаны қайтармас еді. Там же доллары. Жоға. Кім болса да қайтаратын еді. Қазақпыз ғой. қысқасы Гүлжан, шабдалы сатып тұрғанның хикаясы осы. Қызық екен. Мен кішкентай әйелмін. Өмірім өзгелерден ерек емес. Басымнан өткен осы оқиға біреуге қызық болар, ал біреуге елеусіз көрінер. Мен бір дүниені жақсы көрдім, бірақ ол маған бұйырмады. Ал бір дүниені жек көрдім, ол мен үшін қайырлы болды. Алдағы күндердің не күтіп тұрғанын білмеймін. Ал шабдалы оқиғасы осымен тәмам.
жанымда жүрсең, сен жадырап күлсең, бақыттымын мәңгі асыл арманым. Жау таңдаған көзде, сәул ойнаған кезде, шаттығымды елден жасыра алмадым. Желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, сағынышым жайнап тұршы алдымда. Ай, тауды бұлтасып, жерге жұпар шашып, бал бұлақтар тасып жатқан кезде, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, еркетайым сені көріп қалдым ба? Қошағыма кіріп, көле қарап тұрып, қосыл шәнге сол бәл жүрек тербеген. Тал жанына барсақ, таңды күтіп алсақ, таңдай аппақ адал тілектерменен. Желбіреген гүлдей, жеке шыққан күндей, сағынышым жайнап тұршы алдымдай. Ай, тауды бұлтасып, жерге жұпар шашып, бал бұлақтар тасып жатқан кезде, қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, еркетайым сені көріп қалдым ба? Қырқасынан қырдың, арасынан нұрдың, еркетайым сені көріп қалдым ба?